Microsoft Teams ортасында қашықтан оқытуды ұйымдастыру. Microsoft Teams ортасы бұл командалар, сыныптар және топтар үшін файлдармен бөлісуге, сөйлесуге және бір ортада жұмыс істеуге арналған орталық нүкте болып табылады. Мәтіндік чаттан басқа бұнда бейне қоңырау шалуға және экранмен бөлісуге мүмкіндік бар. Осыған дейін біздер Office.com сайтындағы әртүрлі өнімдерді қолданып келеміз. Соның ішінде Excel, Microsoft Office, OneDrive секілді бағдарламаларды қолданған болатынбыз. Енді біздерде осының ішінде тағы бір өнім Teams бағдарламасымен танысамыз. Teams бағдарламасы бұл қашықтан оқытуды ұйымдастыру үшін өте қолайлы платформалардың бірі болып табылады. Бұнда жаңа айтып кеткендей бейне қоңырау жасауға болады оқушылармен, топтар құруға, сол топтардың ішінде файлдармен бөлісуге мүмкіндік бар. Бұған тіркелу үшін Microsoft.com сайтында логин мен пароль болуы жеткілікті. Teams ортасында жұмыс жасаған кезде бірінші топтар құрылады. Сол жағында действие, чат, команда деген секілді батырмалар бар. Соның ішінде команда дегенде біздің берілетін сыныптарымыздың барлығы тұрады. Яғни соның ішінде белгілі бір топтар құрылады, сыныптар құрылады. Сол сыныптарға арналған сабақты осы жерден чатты ашып, сол жерде өткізуге мүмкіндік болады. Берілген топпен, сыныппен жұмыс жасау үшін алдымен жиналысты жоспарлаймыз. Жиналысты құру үшін жиналысты өткізу хабарды енгізу аймағын басамыз. Содан кейін болашақ іс-шаралар кестесіне қосу үшін жиналысты жоспарлау түймесін басу керек. Команда арасында немесе Teams күнтізбесінде кездесулер, шақыруларды бақылап отыру керек. Осы жерде белгіленген күндер бойынша жиналыстар ұйымдастырылады. Онлайн қоңырау кезінде видеоңызбен бөлісе отырып, экраныңызды көрсетіп, араласып отыруыңызға да болады. Microsoft Teams бағдарламасының тағы бір мүмкіндігі файлдар алмасу. Бұнда сыныптарға берілген тақырыптар бойынша файлдардың барлығын жүктеп қоюға болады. Сонымен қатар YouTube каналындағы сілтемелердің көшірмелерін осы жерге жүктеп қоюға мүмкіндік бар. Хабарламаларды енгізу өрісінің астында бекіту түймесін басып, файлға жолды, содан кейін файлдың өзін таңдап қоямыз. Файлды сақтау орнына байланысты көшірмені жасау, сілтемемен бөлісу немесе басқа нәрсе тағы да ұсынылады. Арнаға қойынды қосу үшін арнаның жоғары жағындағы қойындылардың жиынтығында плюс түймесін басып, қажетті қолданбаны таңдаймыз және кеңестерді орындаймыз. Қажет қолданбаны көрмеген жағдайда бұл жерден іздеу батырмасын басып, сол жерге қажетті қосымшаны теріп қосып қоюымызға да болады. Бұл ортаның тағы да бір қосымша мүмкіндігі, бұл ортада әртүрлі қосымшалармен жұмыс жасай беруге болады. Excel, форма, OneNote, веб-сайт, Word, форма секілді әртүрлі қосымшалармен жұмыс жасауға болады. Соның ішінде тест құру үшін форманы қолданамыз. Формаға тест жазып болғаннан кейін поделиться басқан кезде осы біздің жазған тестіміз оқушыларға үй тапсырмасы түрінде көрсетіліп бекітіліп тұрады. Немесе слайд жасағандарымыз файлға жүктеп қоямыз, сол жерден кез келген уақытта оқушы қарап оқи беруіне болады. Берілген ортада тағы да басқа қосымшалармен жұмыс жасау үшін сол жақта қолданбаларды басу керек. Бұнда Teams'та пайдаланғыңыз келетін кез келген программаларды қолданып параметрлерді орнатып қосуға болады.